Сәлематсыздар ма? Мен бүгін сіздермен кәдімгі капустадан жасалатын, өте тез, оңай жасалатын корейский кимчидің рецептісімен бөлісемін. Оған біз бірінші көріп тұрғандарыңыздай капустаны тураймыз. Менде бір качан алдым, 4 килограмдық. Осылай әрбір жапырағын бөлек-бөлек етіп алып, ұзындау етіп турап аламыз. Ені 2-2,5 сантиметрдей болады. Менде бір ыдысқа симағандықтан 2 ыдысқа бөлдім. Осы тураған капустамызды тұздаймыз. Ашқылтым етіп тұздаймыз. Мен бір ыдысқа толтырып 2 ас қасық, екіншісіне толтырмай 2 ас қасық, 1,5 ас қасық тұз салдым. Енді бұл тұзды тұздап аламыз. Одан кейін 2 сағатқа қойып қоямыз. Тұздап араластырамыз жақсылап тұзын. Тұзын жақсылап араластырып алып 2 сағатқа қойып қоямыз. Бір сәбізді алып, бір үлкен сәбіз болмаса 2 кішкентай сәбізді алып, корейский теркадан өткіземіз де, оны да тұздап қоямыз. Тұзы бұның да ашқылтым болу керек. Осындай кішкентайға мен үлкен ас қасықпен тұз салдым. Осылар енді тұрады 2 сағаттай. Себебі капустамыз біздің қаттылау капустаға тұз салып қойсақ, ол жібі жұмсақ болады. Және отырады, бір ыдысқа сиятындай болады. Мені байқасаңыздар, жаңағы 2 капустаны мен осындай бір ыдысқа салдым. Рассол дайындаймыз. 1 литр суға 1 үлкен ас қасық тұз, с горкой дейді, толтырып саламыз да 8-10 сағатқа қойып қоямыз. Уақыт өте келе суын төгіп, керек болса мұздай судың астына жуамыз. Капустамызды да жуамыз және сәбізімізді де жуамыз. Жуып алып, судан әбден сығамыз. Су қалмау керек, сығып, қаттырақ сығып аламыз. Енді үстіне салатын салмамызды дайындаймыз. Оған мен ащы қызыл бұрыш, 1 қасық, негізінде одан көптеу салу керек. Менің отбасым ащыны қатты жақсы көрмейді, сондықтан мен 1 ас қасық салдым. Оның үстіне қайнап тұрған ыстық суды құямыз да, араластырып қасықпен қойып қоямыз. Егерде ащыны қаласаңыздар, 2 ас қасық салуларыңызға болады. Көк пиязды тураймыз ұзындау етіп, сәбізімізді жуып алдық. Енді ащы бұрыш. Осындай ащы бұрыштың біреуі жетеді. Ішіндегі дәнегін алып тастаймыз. Дәнегінде бар ащылық, егерде салсаңыздар, өте ащы болып кетеді. Дәнегін алып тастап, бұны жіңішке етіп турап аламыз. Видеода көргендеріңіздей жіңішке етіп тураймыз. Бізге енді керегі чеснок. Үлкен чеснок болса 6-7 штук керек. Үлкенінен 7, кішкентайынан 7-8 болады. Міне менде деген үлкендеу зубчигынан 7 штуктай алдым. Егерде кішкентайлау болса, чесноктарыңыз онда 8 штук керек. Бұны жақсылап жаңағы чеснокты ащы бұрыштың үстіне қосамыз. Және бұның үстіне кунжут қосамыз. Кунжуттан 2 үлкен қасық салдым. Егерде сіздердің капусталарыңыздың тұзы сәл кемдеу болып атса, онда 1 қасықтай өздеріңіздің керегінше дәміне қарай тұз қосуларыңызға болады. Енді капустамыз біздің дайын, сығып суынан дайындап қойдық. 1 ыдыста бар капустамыз. Осының үстіне кунжутпен және ащы бұрыштан жасалған салмамызды, пиязымызды және сәбізімізді саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, сәбіз көп емес. Сәбіздің де судың ащысын жуып аламыз да, сығып аламыз судан. Үстіне және 1 қасық кунжут салдым. Маған кунжуттың дәмі қатты ұнайды. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болып, мұны көріп тұрғандарыңыздай, өте
жұмсақтау, қатты емес, бірақ та тіске кәдімгідей қытырлап тұратын біздің капустамыз дайын болды негізінде. Бірақ бұл әлі жеуге дайын емес. Бұл жеуге дайын болу үшін 12 сағат осы күйінде бөлме температурасында тұру керек. Оны мен банкаға саламын. Аузы қаттырақ жабылатын, болмаса кәдімгідей пластмасса крышкамен жабылатын қандай банка бар, соған салып қоясыздар. Көңіл бөліңіздер, банкаға салып батырғанда, міне қаттырақ басамыз. Міне арасында ауа қалмау керек. Қатты басып, банканы толтырмай саламыз. Қатты толтырудың керегі жоқ. Егерде суығы шықса, сыртына ағып кетеді. Міне көргендеріңіздей, сәл иығынан жоғары ғана етіп банкаға саламыз. 12 сағат ол бөлме температура, 24 сағат кешіріңіздер, бөлме температурасында тұрады. Одан кейін холодильникке салып қоямыз. Міне біздің салатымыз дайын, өте оңай жасалады. Қандай тамаққа болса да, әсіресе қыста біз бұл салатты керек етеміз. Сіздер де жасаңыздар, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Видеоны ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Егер де сіздерге ұнаса, лайк басып пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Егер де түсініксіз жерлері болса, сұраңыздар. Міндетті түрде жауап беремін.